Қайырлы таң балам. Мен тігін тігіп отырмын. Ұйқыңнан тұрдың ба? Иә. Мен тігін тігіп, көрпе тігіп отырмын. Әкем қайда? Әкең далада, даланың тірлігін реттеп, ағаштарды кесіп, қоқыстарды тазалап жүр даладағы. Сен барып әкеңе көмектесе ғой, жарай ма? Иә. Бара. Ассалаумағалейкум, әке, сіз не істеп жатырсыз? Уағалейкум балам, мен құстарға ұясылайын деп жатырмын. Көктем келді. Жан-жақты тазалап, айналаны тазалап. Сен маған көмектесуге келдің бе балам? Иә. Жарайсың балам, көмектесуге жарап қапсың. Маған ана аран алып бер онда, ара, балған алып кел маған. Екеуміз ұя істейік құстарға. Ой, азамат балам, молодец. Әке, мен сізге торғай таппақ айтып берейін ба? Торғай тақақ білесің бе сен? Айта қойшы кәнекей. Торғай тоқылды. Жерден тары шоқымақ. Бөтегесі бортайып, сиқ-сиқытып отырмақ. Ой, азамат балам, азамат менің балам, азамат. Бәрекелді. Әкесі мен баласы бірігіп не істеп жатыр екен? Ой, мамасы келді манасы, біз балам екеуміз құстарға ұя істеп жатырмыз. Балам маған көмектесіп жатыр. Балам жарайды, маған көмекке жарап қапты. Керемет. Ибрахим, құстарға ұя жасап жатсыңдар ма? Тамаша. Ол да бір сауапты іс болады. Осындай бір демалысты, бос уақытта пайдаланып әкесі баласына жеті атасы туралы үйретіп қойсаңшы. Ой, үйретіп қойған менің балам біледі ғой жеті атасын, жатқа біледі ғой жеті атасын. Балабақшада сондай сабақ өтеді екен. Сонда бала ұялып қалмайтындай оны да біліп тұрсын. Біледі менің балам, кәнекей жеті атаңды айта қойшы балам. Қаныш, Марат, Сайдан. Мінекей уже бітті, дайын. Енді мына балғамен, мына балғамен, мына шегені қағып жіберсін, жарай ма? Ал, орап. Ай, азам, болды. Міне балам, құсты ұясы дайын, тіпті бояп та қойдық. Құстар қуанатын болды. Алағай. Енді сен мына жерге мына бұланды мен саған көрсетемін. Қазір осыны жақсылап бұрап, қолыңды үйрет осы жерге, жарай ма? Ал ендігі жұмыс, балам, бұны ілейік. Уже дайын болды. Жарай ма? Әке, бұны енді қайқа ілеміз? Бұны бір жақсы ыңғайлы жерге, немесе талдың бір бұрышына іліп қоямыз қазір. Мен сіздерге таппағымды айтып берейін. Көктем келді өлкеме, табиғатты тамаша, бір қаптады бөктерді, нұрға толды айнала. Балалар, біз әкем екеуміз құстарға ұя салдық.